Сәлем баршаңызға. Бүгін қызылшадан дәрумендерге бай 3 түрлі салат жасаймын. Ыдысымызға үккіштен өткізілген қызылшаны саламыз. Үстіне майдалап езілген грек жаңғағын саламыз. Одан соң тазалап жуылған мейізді қосамыз. Туралған алманы қосамыз. Үстіне аздап өсімдік майын және сұйық бал қосамыз. Дәміне қарай аздап кориандр және тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей дәрумендерге бай салатымыз дайын. Келесі дайындайтыным қызылшаға, сәбіз, капуста қосылған салат. Ең алдымен капустаны өте жіңішке етіп турап ыдысымызға саламыз. Аздап тұз салып, капустаны қолымызбен езіп жұмсартып аламыз. Енді салатымыздың қоспасын дайындаймыз. Лимон шырынына 2 ас қасық сұйық бал қосып, дәміне қарай қара бұрыш қосып араластырамыз. Дайын қоспамызды қызылшаға қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді барлық қоспаларды біріктіреміз. Ұсақ үккіштен өткізілген сәбіз, одан соң салат жапырағы және қызылшаны қосып жақсылап араластырамыз. Мінекей дәрумендерге бай салатымыз дайын. Келесі салат маринадталған қияр және қуырылған күнжіт қосылған салат. Ең алдымен үккіштен өткізілген қызылшаны ыдысымызға саламыз. Үстіне жіңішкелеп туралған маринадты қиярды қосамыз. Одан соң үстіне қуырып дайындап алған күнжітімізді саламыз. Күнжіт салатымызға керемет үйлесімді дәм береді. Үстіне 1 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына зәйтүн майын алмастыруға болады. Осымен салатымыз дайын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Салаттарды міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сонымен қатар, менің каналымдағы басқа да рецептерді қараңыздар. Келесі кездескенше.